Сәлем достар, қалайсыздар? Қазақстанға жалынды сәлем, қазақтың баласынан. Біз қазір Нью-Джерси штатының Вайлдвуд қаласындамыз. Бізде кешкі сағат 8. Қателеспесем, елде таңғы 6, сіздерде таң енді атып келе жатқан болу керек. Мінекей, біз қазір теңіздің жағасындамыз, мұхиттың жағасындамыз. Бұл Атлант мұхиты, толқып соғып жатқан. Енді бізде күн ыстық өте, енді жаз. Астанада күн суық деп естіп жатырмыз. Өте күн жылы. Шынымды айтсақ, енді біздің осы жерге келіп қалғанымызға бір аптадай жуық уақыт болып қалды. Бір аптаның ішінде кейбір нәрселерді, атмосфераны, адамдарды, психологиясын байқап та қалған сияқтымыз аз уақыттың ішінде. Енді бірінші айтарымыз бұл жақта жалпы адамның қатынастары өте адам таңғалдырады екен келе сала. Оған енді дәлел ретінде айтарымыз, жақында менің визам оқуға, жұмыс жасауға рұқсат беретін болғандықтан Америка Social Security деп айтады, соны жасау үшін офиске бардым. Енді бір қызығы, мен барған кезде бұл Social Security жасату үшін белгілі бір документтер керек екен. Оның ішінде әсіресе I-94 деген форма, бұл форма Америка келген кезде толтырылу керек, бірақ өкінішке орай мен ол форма менде болмады. Бара сала жаңағы офицер кісі менен сұрады, сол документіңіз бар ма деп, бірақ менде жоқ екенін ескерттім. Мен енді ойбай, енді бұны тау керек болды ғой, жасап шығарып әкелу керек болды ғой, қайтайын ба деп тұрғанымда, ана кісінің енді бір көмектескісі келген болу керек. Жаңағы сол жерде өзі жазып, көмектесіп, жаңағы толтырып берді ма. Енді бұл өте мені қуантты бір жағынан, жаңағы қайтса болады, адамға деген бір көмектесушілік, бір жанашырлық ниетінің бар екені байқалады. Екіншіден тағы бір енді таңғалдырған нәрсе, осы жақында Bank of Americaға бардым, карточка жасату үшін. Енді бара сала банк қызметкері документімді алғаннан кейін барлығын түсіндіріп жасап беруге тырысты, бірақ мынарда бұл карточка жасату үшін Social Security жаңағы болу керек екен міндетті түрде, бірақ мен Social Security'ге енді ғана тапсырғандығым, Америкаға жаңа келгенім туралы айттым. 2 аптадан кейін дайын болады. Негізі Social Security. Бірақ ол кісі жақсы, бұл it is okay, енді американдықтардың жақсы айтатын сөзі it is okay, ештеңе етпейді деді. Одан кейін маған енді бұл карточка жасаудың өзінің бір нелері бар екен, жаңағы қадамдары, бір жарты сағаттай уақыт алды. Осыны отырып, менімен жаңағы түсінбеген жерін түсіндіріп, ежіктеп түсіндіріп, ағылшынша жетпеген жерлерін енді түсіндіріп беруге тырысты. Енді ең бір қызығы, сосын мен енді кетіп бара жатып сұрады, мен осы карточканы мен қалай бақылап отырамын деп. Сол жерде жаңағы телефонды алып, жаңағы ол жерде арнайы бағдарламасы бар екен, соны усайт етіп телефонды орнатып берді. Сол арқылы жаңағы бақылап отыра алады екен. Енді бір қызық, сол тура істеп жатқан кезде телефонның батарейкасы отырып қалғаны қызық болды. Ана кісі енді жарайды, ештеңе етпейді деп телефонды зарядкаға қойып, жаңағы өзі қосып орнатып берді. Шынымен де өте таңғалдырды бұл нәрселер. Бұны енді не үшін айтып отырмын? Бұның осы екі ситуацияның өзі маған осындай ой келтірді. Яғни бұларда бір формализм, өзі қағазбастылықтың жоқ сияқты, яғни адамға сенеді, ең басты адамға сенеді. Солай сияқты. Өйткені енді осы елде бір Орта Гассеттің «Философия толпы» деген кітабын оқыған едім. Сол кітапта айтады ғой, жалпы қағазбастылық, бюрократия адамға сенбеушіліктен туады. Шынымен де бізде бұл нәрсе, сенбеушілік, қағазбастылық сенбеушілікке әкелетін сияқты. Бұл енді осындай нәрсе, жаңағы бұны біз елде өкінішке орай көп кездестіріп жатамыз. Мысалы бұларды бір қызығы, мен бұларды отдел кадров деген жаңағы документпен айналысатын органдар мүлде жоқ екен. Мысалы жұмысқа барасыз, бастықтың өзімен ғана 1-2 қана қағаз толтырасыз, ары қарай жұмысын жалғастырып кете бересіз. Бұл өте көп плюс ойымша. Шынымен де жаңағы Орта Гассеттің айтып отқаны, қағазбастылық адамға сенбеушілікке әкеледі, сенбеушіліктен туады. Бюрократизмнің негізі де осы.
сонымен ойладым енді шынымен де осы қағазбастылық бар елдер біріне бірі сенбейтін елдер ма деп ойладым. Енді бұның бәрін біз бір жаңағы елді даттау үшін айтып отырған жоқпыз. Жаңағы жақсыны көрмекке деп айтады. Бір басқа көрген адамдар үлгі болсын ба деп ойлаймын. Енді шынымен бұл нәрсе мені өте жақсы таң қалдырды. Енді жалпы Американың енді еркіндік елі деп айтады ғой. Шынымен де осындай бір адамдардың қатынастарының еркіндіктің бар екендігі, сыйластықтың бар екенін таң қалдырды. Яғни сіз көшеде кетіп бара жатып, кез келген кезде жаяу кетіп барсаңыз да машинасыз өткізіп жіберу мүмкін, немесе велосипедпен кетіп барсаңыз өткізіп жіберу мүмкін. Айғайлап ұрсып төбелес шығару, бипылдату деген нәрсені байқамадым әзірше. Мінекей біз енді жаңбыр жауып барады, құрметті достар. Осымен қатынасып үземіз. Пока. Елге жалынды сәлем.